Сәлем достар, ертегілер еліне саяхат атты бағдарламамызға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге түлкі мен жолбарыстың ертегісін оқып беретін боламын. Бірге тамашалайық. Ертеде орманда бір жолбарыс өмір сүріпті. Ол аңдардың патшасы екен. Азулы да, айбарлы болған соң аңдардың бәрі одан қорқады екен. Күндердің күнінде жолбарыс ашығып, аң ауламақ болып, шалғында өтіп бара жатқанда кезіп жүрген түлкіні көзі шалып қалады. Азығым табылды-ау деп қуанған жолбарыс атылып барып түлкіні тарпа бас салады. Зәресі ұшқан түлкі ойбайлай жөнеледі. Жолбарыс араны ашып, енді азуын сала бергенде түлкі: «Мені қайтып жейсің? Аспандағы әулиелер жіберген орман патшасымын. Осындағы аңдарды билеу үшін келгенмін», дейді. Жолбарыс болған қалай сенсің? Әулиелер жіберді ме, жоқ па? Онда шаруам қанша? Ашығып кеттім. Сені жеп, қарнымды бір тойдырайын, дейді. Түлкі басын шайқап: «Мені жесең, әулиелердің әміріне қарсы келгенің, ауыр жазаға тартыласың», дейді қатуланып. Мұны естіген жолбарыс сенер-сенбесін білмей аңтарылып қалады. Сонда түлкі: «Сенбесең, менің артымнан ер. Ормандағы аңдар менен қалай қорқатынын көрсетейін», дейді. «Бұл да жөн екен, саған ерейін. Өтірік болса, сонан кейін жесемде кеш болмас», дейді жолбарыс. Сөйтіп, жолбарыс түлкіге еріп орманға тартады. Түлкі әдейі жолбарыстың алдына түсіп, аңдары көп жерге бара бастайды. Қоян, маймыл, тиіндер түлкіні көріп, тілдеспек бола бергенде, соңынан келе жатқан жолбарысты байқап, қорыққандарынан зытып береді. Піл, құлан сияқты үлкен аңдарда оларды көріп, зәрелері ұшып, тым тырақтай қаша жөнеледі. Масаттанған түлкі жолбарысқа: «Көрдің ғой, бәрі менен қорқады. Енді сенген шығарсың», дейді. Бұл жағдайда жолбарысты сескендіріп, аң біткен түлкіден қорқады екен-ау деп, түлкінің сөзіне алданып, оны қоя береді. Аштықтан бұралған жолбарыс аңдардың түлкі емес, оған ілескен өзінен қорыққанын аңғармайды. Осылайша алаяқ түлкі жолбарысты жер соқтырып кетеді екен. Я достар, осымен біздің ертегіміз аяқталды. Әр аптаның сәрсенбі күні жолыққанша аман сау болайық.